Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында салями колбасасын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Колбасаны кез келген малдың етінен әзірлеуге болады. Мен жылқы етінен жасадым. Ол үшін қатты ерімеген етті еттартқыштың көмегімен тартамыз. Тағы да айта кететін жайт, таза еттен немесе май қосып та жасауға болады. Бұл жерде әркімнің өз таңдауы бойынша. Осы кезде тартылған етіміздің температурасын өлшеу міндетті. Плюс 10 градустан аспауы тиіс. Менде минус 1 градус болды. Енді фаршымызға барлық дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып, пакетке салып, кемінде 12 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Колбасаны дайындау үшін видеода көрсетілгендей арнайы қаптарды пайдаланған жөн. 12 сағат өткен соң осы колбасаның қапшықтарына фарштарымызды саламыз. Колбасаның қапшықтарына фаршты енгізген соң жақсылап екі шетін осындай арқан жіптермен ораймыз. Барлығы дайын болған соң 80 градусқа дейін қыздырылған конвекциялы духовкада шамамен колбасаны 1 сағат 10 минут, 1 сағат 20 минуттың көлемінде пісіреміз. Піскен соң колбасамыздың температурасы 75 градустың шамасында болуы қажет. Колбасамызды үй жағдайында, үй температурасында суытамыз. Осымен біздің колбасамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осы рецептпен колбаса дайындауларыңызға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер.